Шәкәрім шығармашылығының дені поэзия. Оның ішінде лирикалық шығармалары басым. Лирикаларының жанры да сан тарау. Азаматтық лирика, философиялық лирика, махаббат лирикасы, табиғат лирикасы, ода, элегия, сонет, тарихи баллада, халық өлеңдері. Ақынның жастарға шын сырым, махаббат пен құмарлық және тағы басқа өлеңдері оның өз қолтаңбасына лайық көркемсөз кестесін бұзбай жаңа ой айтумен мәнді. Абай жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат деген өлеңдерінде өмір көрген, көп тоқыған, көп оқыған адам соңынан ерген жастарға ақыл насихатын арнаса. Шәкәрім де өзінен кіші інілеріне жас қауымға сондай ағалық кеңесін беруден бойын тартпаған. Мәселен, жастық атты жырында: «Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арамайла зорлықсыз мал табалық. Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық» дейді. Күнде күйлей бермелік бозбалалық, арамайла алысқа апармайды. Зорлықпен тапқан мал зор қасіретке жолықтырады. Өшпес өмір, арымас дәулет дарытар, данышпанның ақылына жақын жүруге шақырады. Өшпес өмір, арымас дәулетті сыйлар қызыр кім? Оның да жауабын Шәкәрім өзі береді. Жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалыналық Абайға жүр баралық. Ол малы бар, бағы барға бармай, Абай, не Абай сынды халықтың қамын жеген асқан білімпаз, шын жақсы адамдарынан өмір зая болмастық өнер үйретуін өтініңдер дейді. Ол өнер ұлы ақын өзі өсиет еткен талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Ал ел жақсысы пысықтардың берері, бәрі ішінен қанжарын байланып жүр. Асылы олардың екінші аты залым. Ол сол залымдар заң үйретіп адастырды деп түйрейді. Абай өнегесін, тағылымын кәміл ұғынған, әбден тілі ұстарған ақын сыншыл реализмнің қас шеберіне айналады. Көп жасаған, көпті көрген аузы дуалы адам кейінгіге жүйесін тапқан жүйелі сөз, көсем пікір қалдыруға тиіс. Ол сөз қадірін білген адамға атан түйе сатып ала алмайтын қазына. Шәкәрімнің өмір, малжимақ, насихат, өкінішті өмір өлеңдері сондай мәнге ие. Ал хайуан мен ақымақтар, сән қойлар, ызақорлар, еріншектер, құмарлық және тағы басқа өлеңдері қазақты аздырып тоздырған жексұрын мінез әрекеттер, сұрқия салтты әшкерлейді. Тырақы даңқой мінездерді ақын күйіне отырып жеріне жеткізе шенейді. Ыржақта, жыртақта, бұлғақта, сендел, жырқылда, жылтылда, тырқылда тәрізді бұйрық кекесін мәнді етістіктерді қолдана шұбыртпылайды. Оның қай лирикасынан да ағартушылық сарынды байқау қиын емес. Дін табиғатын жерте зерттеген, Меккеге барып, Қағбаға тәуіп етіп, Аллаға құлшылық жасаған қажы Шәкәрім. Екіншіден, дүние танымы жағынан материалист ғалымда. Бар нәрсе жоғалмайды, өзгереді. Жан жоғалмас деп ойла, соны білде. Жан тән жасар, тән жан жарата алмас, терең ойлап сөзімді құлақ қылде, дейді. Шәкәрім жан адамның рухы, істеген ісінің жемісі. Жақсының өзі өлсе де ісі өлмейді. Жақсының аты ғалымның хаты өлмейтіндігіне меңзеген. Сондықтан болар, Абай бастапқы кезде ақын деген аттан бойын тартса, Шәкәрім ол ұстазы, ағасы салған жолдың киелігін көкірегіне түйіп, ақындықты пір тұтқан, оған жоғары талап қойған. Ерікті билеп алсын айтылған жыр, сырты гүл жарасымды ішінде сыр. Жаныңның ләззат алар жарығындай, мәңгілік өшпей тұғын төгілсін нұр.
Ескі ақындық жасымнан жетік білдім, ақындарға және тағы басқа жырларында өлеңді өмірдің нәрі, өнер мұраты, ақыл ойдың шыңы дәрежесінде танып бағалаған. Өзіне дейінгі, өзімен замандас ақын жазушылар еңбегіне құрметпен қарап, замандастарын сөз түсінбей надандықтан арылуға шақырып, ақындық өнер табиғаттың ерекше сыйы екенін мойындатқан.